Ассаламу алейкум қазақ елі. Біз Алматы облысы Шолақ Қарғалы деген жерге келдік. Осы жерде Ұлтуар деген әйел бар. 4 баласы бар. Сол кісінің қазір жағдайын білек. Осы жақта квартира снимать етеді. Осы арендада, осы квартира. Сәлеметсіз бе? Ұлтуар ғой? Көтерсең болады, жатырқай ма? Жоқ, жатыр. Сен, нешеде бұл? Мә, бала. 3 жарым ай? 3 ай. 3 ай ма? Машалла. Шақалақ. Шақалақ. Қабағы бар екен. Қыз ба, бұл ма? Қыз. Қыз ба? Аты кім? Сабина. Сабина. Машалла. Иски ішсені? Охо, исіне. Бал ғой. Машалла. Жан. Шәнім мен. Күлетін аңғыра. Күлесің бе сен? Зені. Ой, смотри, сен смеется. Ой, исіне. Жүріңіздер, кірейік үйге. Сізде неше ұл, неше қыз сонда? 2 ұл. 2 ұл, 3 қыз. 5 ма? 5 бала екен. Қай жақтансыз өзіңіз? Мен неден Нарынқылдан көшіп келгенбіз 92-де. Әке шешеміз қайтыс болып кетті. Арты қайырлы болсын. 2007-ден бері мен неде жүрмін? Үйсіз жүрмін. Үйсіз? Алла жеңілдетсін енді. Мынаның әкесі қайда? Ашырсы кеткен. Ше ма? Ой, Алла. Жаным-ау, жаным. Квартирада шаршап. Енді не істейсің? Тағдыр ғой. Ана ең кішкентай тоже ұл ма? Иә, 2 ұл ұзынағышта қойды. Соны ақша шығады. Үмбет әлі мектеп жоқ па? Үмбет алда интернатта жатып оқиды ғой. Жағдайым болмаған соң. Сол жақта оқи ма? Жылама енді, неге жылайсың? Түсінемін мен, қиын. Біз сен қиыншылыққа түскен көріп келіп отырмыз ғой. Тамағыңды алып келейік, ет алып келдік сендерге. Бір қойдың етін. Біраз 1-2 айға, 2-3 айға жетіп қалады тамақтар. Осындай періштелер ме? Әкесі жоқ. Осы әкеліп отқан нелеріңізге рахмет, халыққа рахмет. Алла риза болсын. Сіздерге де рахмет. Рахмет сіздерге.